Сәлем достар, менің есімім Айнұр. Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Мен сіздермен бүгін өзім заказға қабылдап жүрген құймақтың рецептімен бөлісетін боламын. Менің YouTube арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, мені қолдап кетіңіздер. Алдымен ыдысымызға үй температурасында жұмыртқамызды жарып, үстіне шым-шым тұз салып, одан кейін шекерді салып, жақсылап қозғаймыз. Үстіне жылы сүтімізді құйып, тағы да жақсылап бір қозғап жібереміз. Үстіне разрыхлителімізді қосып, ұнымызды аз-аздан қосып араластырамыз. Енді сұйық майымызды құйып, құймағымызды пісіруге дайындаймыз. Міне құймақтарымыз дайын болды. Құймақтарымыз өте жұқа әрі дәмді болды. Осы рецептпен дайындасаңыздар 34-35 құймақ шығады.